Острый козырьки фильміндегі атағынан ат үркетін Томас Шелби және оның сыбайластары жойқын қару-жарағы бар әлдекімдердің қару-жарағын шатастырып, алдап, ол жаға кенеледі. Бірақ бұлардың қуанышы ұзаққа созылмайды. Дүркіреген мафия өкілдері шет-шетінен қырылады. Өйткені бұл қару үкіметтікі болып шығады. Сонда сол қауіпті қарақшыларды бағындырған кімнің мафиясы? Бұл мықты стратег саясаткер, үкіметтің әскери өкілі, суретші, жазушы Уинстон Черчилль. Шығармашылық өнер адамы саясаттан не білуші еді деген адамдардың құлағына алтын сырға. Сол қауіпті қарақшы Томас Шелби Черчилльдің қаһарынан қаймыққаны рас. Бетпе-бет кездесу өткізіп, мыңғырған сұраққа өз еркімен жауап береді. Үкіметтің оңай шағала салатын жаңғақ еместігін өзіңізде соңғы кездері байқаған боларсыз. Міне сол атақты Уинстон Черчилль мен біздің қазақтың Қаныш Сәтпаева кездескенін білесіз бе? 1947 жылы наурызда ол жоғары КСРО кеңесінің депутаты ретінде бұрынғы премьер-министр Уинстон Черчилль мен Лондонда кездеседі. Сол кезде саясаткер одан өзге қазақтар сіз сияқты бойшаң ба? деп сұрағанда академик: "О не дегеніңіз, Черчилль мырза? Олай емес. Мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентайымын. Халқым менен де биік" деп жауап берген екен. Бірде Қаныш түс көреді. Түсінде өлген әке-шешесінің көзін қара шаңырақ деген қаршығасы шоқып жеп отыр екен. Сонда бір сұмдықтың болғанын сезіпті. Бөкеш ағасынан хат келеді. Онда қара шаңырақ иесіз қалды деп құпия сөз жазылған екен. Ол кезде хаттарды қатты тексеретін болған. Асылында Бөкеш біраз туыстарын алып Омбыға көшіп кеткен. Қаныш туған жерінде болып жатқан жайтты көзбен көру үшін машинаға азық-түлік тиеп ауылға келеді. Аш-жалаңаш халыққа талғажау болатын азық-түлік үлестіріпті. Үлкендерді алып кететін жағдайым жоқ. Балаларды алып кетейін кішкентай деп үйді аралап жүруге жарайтын балаларды алып кетіпті. Өзінің туған әпкесі атақты бай Шорманның келіні екен. Ол да аштықтан көз жұмыпты. Әпкесінің көзіндей болып құр сүлдері қалған екі жиенін көреді. Оларды жол жүруге жарамайды дегенге қарамастан алып кетеді. Жалпы саны 10-нан аса шала жансар баланы құрым киіздерге орап, жолай ауыздарына су тамыздырып отырып үйіне жетіпті. Тайсия: "Бұл балаларды қалай асыраймыз? Енді не істейміз?" деп шу шығарып үйде ұрыс-керіс болады. Қаныш бұл балалардан бұрында аштықтан қалған біраз адамды үйіне алып келіп көмектескен екен. Адам кейпін жоғалтып бара жатқан адамдарды көріп, Тайсияда қажып кеткен ғой. Сонда Тайсияның шешесі келіп қызына: "Қызым, қазақ жігітіне тұрмысқа шығарда оның туыстарының көп болатынын баяғыда ойлауың керек еді. Енді не ақ тұрсыңдар? Моншаны жағып жуындырыңдар балдарды. Қаныш, сен құр тұрма, маталып кел, өзіміз киім тігеміз" депті. Сол балалардың барлығы Қаныштың арқасында аман есен тірі қалып, өсіп-өніп жетіліпті. Соғысқа қатысқан солардың бірі, есіктегі алтын адамды тапқан адамдардың бірі, атақты археолог Кемал Ақышев. Ол Қаныштың аман қалған екі жиенінің біреуі. Қаныш Сәтпаев мысты Жезқазғанның қазба байлықтарын игеру керектігін айтқанда, мәскеуліктер қарсы шығып, "Мұндағы қор мардымсыз, суда жоқ, адамда тұруға қолайсыз" деген. Бірақ сол Қаныш Сәтпаевтың табандылығының арқасында кен орын ашылған. Сәтпаевтар әулетінің тектілігіне тәнті боламын. Бұл өзі Құдайдың назары түскен сәулелі әулет. Мысалы, Қаныштың ағасы Әлкей Сәтпаев Семейде педагогикалық училищенің директоры болған. Әлкей Марғұлан, Мұхтар Әуезовті оқытқандардың бірі болған.
Әлкей Сәтбаев Алашордашылардың құрамында болып сотталған. Бөкеш деген бауырын да бір түнде айдап алып кеткен. Қаныш сонда да алған бетінен қайтпай, ғылымға адалдығын танытады. Қаныштың екінші әйелі Тайсия орыс ұлтынан. Ол бастапқыда Жезқазғанда тұрғысы келмепті. Қысы қатты, жағатын отын жоқ, пойызда қатынамайды. Тайсия мұндай қиындыққа шыдамай жылайды екен. Сонда Қаныш: Тайсия, бұл аймақта тіршілік әләқ мидай қайнап жатады. Сонда көресің, мен сені пойыздың жұмсақ купесіне мінгізіп қыдыртамын. Осы жерді қимайтын боласың, дейді екен. Сөйтіп жүргенде жалғыз ұлына суық тиіп қайтыс болады. Қарсақбайда бір дөкейдің үйінде ғана көмір болыпты. Өсіп бара жатқасын Тайсия Қанышты көмір ұрлауға жұмсапты сол үйге. Өзі де сыртынан бақылап тұрыпты. Ешкімнің ала жібін аттап көрмеген Қаныш далада жатқан көмірден бір шелегін салып алуға қолы бармайды. Состиып тұрғанын үй иесі байқап қалып, Қанышқа көмірді өзі салып берген екен.